Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге бізбен қалай тоқу керектігін үйрететін боламыз. Ол үшін бізге осындай біз қажет болады. Менде өзі осындай жалғанған біздің түрі өте көп. Қандай біз аламын десеңіздер де өз қалауларыңыз. Жіптен де дәл сол түстерін қандай түс аламын десеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бірақ достар, жіптен жібіңіздің қалың болғанда дұрыс болады. Қалың болса сіздің яғни бізбен тоқыған тоқып әрі қарата көтерілгенде ол өте әдемі ашық көрінеді. Сондықтан да осындай қатты жіп ала берсеңіздер болады. Яғни қайырайық, енді шамамен 10-15 сантиметрге қайырайық. Осылай. Менікі просто тізі ұстайын десем, камераға сыймай қалама деп ойлап тұрмын. Сондықтан осылайына қоя бердім, көрсете бердім. Енді бас бармақпен саусақтың бастарына қоямыз, бас жағына қойып қоямыз осылай міне. Енді 3 саусағымызбен мына қалған екі нені, жіп тоқылған екі қатардағы ұзын жіпті ұстап отырамыз. Бізді қатар ұстап алайық бір-бірімен. Қатар ұстағанда дұрыс болады. Енді астыңғы жақтан көрсетейік, сіздерге бұлай көрінеді. Кіргіземіз. Бас бармақтың ішінен шығарып, саусақтан айналдырып, бас бармақтан шығарамыз. Міне, тарттық. Бізде міне екі тор пайда болды. Енді ары қарай тоқиық. Тағы да көрсетейін. Осылай кіргіземіз. Бас бармақтан саусақтан айналдырамыз. Бас бармақтағы дөңгелектен шығарамыз. Міне тартамыз. Көріп отқандарыңыздай бізде 3 тор пайда болды. Астында да өрнек пайда болуда. Осылай өрнек пайда болады. Бас бармақтан кіргіземіз. Саусақтан айналдырамыз. Бас бармақтағы дөңгелектен шығарамыз. Тартамыз. Тағы да бас бармақтың дөңгелегінен кіргіземіз де, саусақтан айналдырамыз. Бас бармақтағы дөңгелектен қайта шығарамыз. Міне, бізде барынша 5 тор пайда болды. Санына да қарауға тиіспіз. Өйткені сіз 10-15 тордан артық кетпеуіңіз керек. 10 тоқсаңыз да нормально. Бірақ ары қарата кетем десеңіз, сіздің екінші турға өткенде сіз тоқылу қиын болады. Өйткені екі қатардан қосып отырамыз ол жерде. Сондықтан да барынша 10 тор тоқып берсеңіздер де болады. Енді бізде 5 тор пайда болды. Бас бармақтан дөңгелегінен кіргізіп, саусақтан айналдырып, бас бармақтағы дөңгелектен қайта шығарамыз. Енді тартамыз. Міне, көрдіңіздер ме? Астынан өрнек пайда болуда. Осылай сіздің бірінші қатарыңыз пайда болады. 6. Бас бармақтан кіргізіп, саусақтан айналдырып, бас бармақтан шығарамыз. Қыздар, міне осылай біз сіздермен бізбен оңай түрде жылдам әрі тез тоқып үйрендік. Яғни сіздер де осылай үйреніп кетсеңіздер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.